Баршаңызға сәлем. Бүгін керек дерек арнасында жаңа видео. Біздің каналымызды жоғалтып алмау үшін бірден подписаться деген жазуды басып, тіркеліп алыңыздар. Үліпіл басып, комментарийде белсенді болуларыңызды шақырамын. Ал бастадық. Қыс мезгілінде балықты жиі жеуге 5 түрлі себеп. Бірінші себебі иммунитетті қатайтады. Қыста вирустық аурулар кең тарайтындықтан, адамдар осы мезгілде иммунитетті көтеруге аса мән береді. Балық иммунитетті күшейтетін қасиеттері бар селен витаминіне бай. Бұл минерал витамині жетіспесе, ағзаның иммунды реакциясы баяулайды, кешіріңіздер. Сондықтан адам вирустардың шабуылына жауап беріп үлгере алмайды екен. Бұл селен ауру тудырушы бактериялардан қорғайды. Екінші себебі ол мидың жұмысын ынталандырады. Дала көбіне ылғал, суық және қараңғы болғандықтан жұмысқа назар аудару қиынырақ. Мұндай жағдайда омега-3, омега-3 майлы қышқылдарына бай балықты уақытылы жеу жақсы көмектеседі. Бұл пайдалы майлар ми жасушаларында жарғақшалар құру үшін және қабыну реакцияларының алдын алу үшін қажет екені ғылыми түрде дәлелденген. Омега-3 есте сақтау мен зейін қоюды жақсартады, жұмысқа қабілеттілікті арттырады. Омега-3 кез келген балықтың құрамында болса да, мамандар қыста олардың майлы сұрыптарына мән беруді ұсынады. Ал үшінші себебі адамға ең қажетті орган жүрек. Осы жүректі қорғайды екен. Омега-3 майлы қышқылдары тек миға да емес, сондай-ақ жүрекке өте пайдалы екен. Олар жүрек бұлшық етін қатайтады және қан тамырларды иілгіш етеді. Сонымен қатар омега қандағы холестерин деңгейін бақылауға көмектеседі. Олар жаман холестериннің өңделуіне кедергі келтіріп, оның жақсысын түзілуіне себепкер болады. Сөйтіп, омега-3 майының арқасында жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады екен. Келесі төртінші себебі бұл терінің жағдайын жақсартады. Қыста жылытқыштар қосылатындықтан тері құрғақ бола түседі. Омега-3 майлы қышқылдары А дәруменін арттырады. Мысалы, өсімдік көздерінде бета-каротин түрінде кездеседі. Оны А дәруменіне түрлендіру қажет болады. Ал майлы балықта ол ретинол түрінде қолдануға дайын келеді. Ретинол дегеніміз тері саулығы мен жастығына қажетті дәрумен. Ол теріні қоректендіреді, кемшіліктермен күреседі және қартаю процесін баяулатады екен. Ал енді достар, балықты жеудің 5-ші себебі ол ұйқыны жақсартады. Біз бәріміз ұйқыны жақсы көреміз, е? Жақсы. Қыста көпшілік адамдар өздерін жиі әлсіз сезінеді. Адам өзін жақсы сезіну үшін біз не істеуіміз керек? Ұйқымыз қанып, жақсы ұйықтауымыз керек. Дұрыс ұйқы ағзадағы Д дәруменінің мөлшерімен тікелей байланысты екен. Бұл дәрумен суық мерзімде көпшілікте аз болатыны рас. Балықты жиі жеу Д дәрумені жетіспеушілігінің орнын толтыра алады және ұйқыны реттейді. Соның нәтижесінде сіз өзіңізді күні бойы сергек сезінесіз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Керек дерек арнасына жазылып, алдағы болатын видеоларды көруге шақырамын.